Ассалаумағалейкум, құрметті оқушылар. Біздің келесі ұсынатын тақырыбымыз планиметрияның тақырыбы параллелограмм және ромб. Параллелограммға келетін болсақ, ол қарама-қарсы қабырғалар өзара параллель фигура. Оның ауданын табатын формула 3, 1 және 2, 3. Және оның диагоналдарының қасиеті бар. Одан кейін периметрді табатын формула. Ромбқа келетін болсақ, ромб ол параллелограмм, бірақ оның дербес жағдайы. Оның барлық қырлары өзара тең және диагоналдары өзара перпендикуляр. Бұның да ауданын табатын 3 формула бар. Мынау бізде іштей сызылған шеңбердің радиусының формуласы. Бұлардың әрқайсысына біз жеке-жеке мысалдармен тоқтап өтетін боламыз. Бірінші мысал. Параллелограммның бір қабырғасы 4 дециметр, екіншісі одан 3 есе артық. Параллелограммның периметрін табыңыз. Онда бізде мына бір кішкентай қабырғасы 4 дециметр болса, мына қабырғасы 3 есе артық, демек 4 3-ке көбейтеміз, 12. Бізге периметрін таппайды. Периметр дегеніміз 2 көбейтілген А плюс Б, яғни 4 қосылған 12. 16, 16-ны 2-ке көбейтеміз, 32 дециметр жауабы. 9-шы мысал. Параллелограммның периметрі 48 см. Егер бір қабырғасы екіншісінен 3 см үлкен болса, онда параллелограммның қабырғаларын табыңыз. Так, бізде бұл оңай есеп. Периметр дегеніміз 2А қосылған Б. Тең 2. Бір қабырғасын X деп алсақ, екіншісі осыдан 3 см үлкен дейді. Осы бізде 48-ге тең. 2-ке бөліп жібереміз, сонда мына жақ 2x қосылған 3 тең болады 24-ке. 3-ті мына жаққа жіберсек 21. Демек x тең 10,5. Бұл бізде бір қабырғасы, екіншісі 13,5. Есептің жауаптары. 15-ші мысал. ABCD параллелограммында BD диагоналы AD қабырғасына перпендикуляр. BD 10 см, AC 26 см болса, P нүктесі AD қабырғасында жатыр. PBC үшбұрышының ауданын табыңыз дейді. ABCD параллелограмм. Бізде BD AD-ға емес, мына жерде негізі қате болу керек. CD-ға перпендикуляр. BD AD-ға перпендикуляр бола алмайды ешқашан. Берілгенде қате кеткен. Сонымен бізде BD 10 см. AC 26 дейді. AC-ны жүргізейік. AC диагоналы 26. Ал біз білеміз, мына диагоналдар қиылысу нүктесінде бірдей бөліктерге бөлінеді. Яғни мына 26 болса, мына жер 13 болады деген сөз. BD бізде 10 болса, онда мына жер 5 болады деген сөз. Енді бізде мына жер тікбұрыш. Тікбұрышта үшбұрыш болып тұр. Мынау сонда гипотенуза, мынау катет. Екінші катетінді алу үшін 13-тің квадратынан 5-тің квадратын алып тастаймыз. 144 болады. 144. Демек, мына CD қабырғасы 12-ге тең деген сөз. Енді бізде мына AD қабырғасының кез келген жерінде P деген нүкте жатыр. Осы нүктені алып, былай қосатын болсақ, бізде PBC деген үшбұрыш шығады. Осы PBC үшбұрышының ауданын сұрап отыр. Қай жерде жатқаны маңызды емес. Енді сұрақ. Қалай табамыз? Бұл үшбұрышының ауданы. Мына PBC үшбұрышының ауданы мен ABC үшбұрышының ауданы бірдей. Неге? Өйткені екеуінің биіктіктері ортақ. Мысалға биіктік жүргізетін болсақ, мынадан. Мысалға PH деген биіктік жүргізетін болсақ. Мына сонда PBC үшбұрышының ауданы, мына H көбейтілген BC болу керек. Ал мына ABC үшбұрышының ауданы келетін болсақ, оған биіктік жүргізетін болсақ, оның да биіктігі тура осы болады. Өйткені былай қарай түседі, ол екеуі бәрі бірдей. Сонда ABC үшбұрышының ауданы мен PBC үшбұрышының аудандары бірдей деген сөз. Ал ABC үшбұрышының ауданы бізде параллелограммның ауданының жартысына тең. Ал параллелограмм ауданын қалай табамыз? Біз алдында мысалда айтқандай, егер бір диагонал перпендикуляр болса, сол перпендикуляр диагоналмен мына қабырғасын көбейтсек жеткілікті. 12-ге 120. Ал бізде мына ABC үшбұрышы мен PBC үшбұрышының ауданы бірдей. ABC үшбұрышы диагоналдың жартысына тең. 120-ны 2-ге бөлеміз, 60 есептің жауабы. 23-ші мысал. ABCD параллелограммның ауданы 8. BC және CD қабырғаларының орталары сәйкесінше K және M нүктелер. AKM үшбұрышының ауданын табыңыз дейді.
Енді бұл бізде күрделі есептердің қатарына кіреді. Тек мынандай оңай 1-2 тәсілді үйрену керек. АКМ үшбұрышының ауданын табу мүмкін емес өзімен есептейтін болсақ, өйткені бізде мына бұрыш та белгісіз, бұлардың қабырғалары да белгісіз, ештеңе белгісіз. Біз бұл АКМ үшбұрышының ауданын былай табамыз. Мына параллелограммның ауданынан мына жанындағы үшбұрыштардың аудандарын алып тастау арқылы. Енді бізде мына бұрышы, бір бұрышын альфа деп алайық, сүйір бұрышын альфа болса, онда мына екінші бұрышы 180 минус альфа болады. Негізі аудан табуға мынау екеуінің ешқандай айырмашылығы жоқ. Өйткені синус альфа деп алатын болсақ, мынаны мысалға синус альфа деп алайық. Онда ол келтірген кезде қайтадан синус альфаға тең болады. Сондықтан мынау екеуінің ешқандай айырмашылығы жоқ. Ауданға мынаны да ала берсек болады. Енді бізде мына бір қабырғасын А деп алайық, ұзын қабырғасын Б деп алайық. Сонда параллелограммның ауданы, яғни 8 тең болады бізде А, Б синус альфаға. Осы 8-ге тең. Бұл не үшін жазылды, қазір айтамыз. Енді мына КЦМ үшбұрышының ауданын табайық. КЦМ тең болады. Мынау бізде мынаның жартысы деген, яғни мынау Б-ның жартысы. Ал мына жер бұл А-ның жартысы. Ал арасындағы бұрыш ол да синус альфа. Сонда бізде мынандай нәрсе шығып тұр үстінен. А, Б синус альфа астында бөлінген 4. Тең. А, Б синус альфа бізде 8 екені белгілі, ол бізде параллелограмма ауданы 8-ді қойсақ орнына, сонда бізде мына КЦМ деген үшбұрыштың ауданы шықты, ол 2-ге тең. Дәл осылай мына екі үшбұрыштың ауданы. Бұл екеуі бір аудандары өзара тең. Бұны былай табайық. С үшбұрыш АБК. АБК тауып көрейік. Бізде БК 2-ден 1-ге тең, 2-ден 1 Б-ға. Көбейтеміз оны мына қабырғасына және көбейтілген. Алдында тағы 2-ден 1 болу керек екен. Жаңа жерге ұмытып кетіппіз, өйткені үшбұрыштың ауданы 2 қабырғасы, арасындағы бұрыштың синусы және тағы да 2 болу керек. Сонда мына жерде астында 8 болса, мынау бізде үстінде 8, 8-ді 8-ге бөлсек 1 болады мына жер. Қате кетіп қалайын деді. 2-ден 1, мына қабырғасы 1 бөлінген 2, ал мына қабырғасы А. Арасындағы бұрышқа синус альфа тең. Сонда үстінде бізде А, Б синус альфа астында бөлінген 4. Тең. А, Б синус альфа бізде 8, 8 4-ке бөлеміз 2. Ал бізде мына үшбұрыш пен мына үшбұрыштың аудандары өзара бірдей. Сонымен енді үшбұрыштың АКМ-нің ауданы тастап болады. Үшбұрыш АКМ тең. Параллелограмма ауданы 8-ден алып тастаймыз. Мына үшбұрыштың ауданы ол 1. Алып тастаймыз. Мына екі үшбұрыштың ауданы. Олар 2 және 2. Мына минус 5, 8-ден 5 азайтсақ 3 есептің жауабы. Келесі біздің түсіндіретін тақырыбымыз ол ромб. Бірінші мысал. Ромбының диагоналдары берілген 24 және 70-ге тең. Ромбтың қабырғасын табыңыз. Бізде ромб деген барлық қабырғалар өзара тең, және бұл диагоналдары өзара перпендикуляр болады. Және тура қақ бөлінеді. Мынау 70 болса, мысалы 24 болатын болса, бұның жартысы 12, мына диагонал 70 болса, оның жартысы 35. Бізге мына қабырғаны тап дейді А-ны. Бұл бізде гипотенуза болып тұр. А квадрат тең болады. 35-дің квадраты 1225, оған қосамыз 144-ті, 1369 болады. Ол бізде 37-ның квадраты. Демек, қабырғасы 37-ге тең. 11-ші мысал. Ромбының қабырғасы 4-ге тең, ал оған іштей сызылған шеңбердің радиусы 1-ге тең. Ромбының сүйір бұрышының шамасын табыңыз дейді. 4-ге тең, ал іштей сызылған шеңбердің радиусы бізде 1-ге тең. Демек, бұның биіктігі, мына жерден биіктік түсірейік қазір. Ол бізде 2-ге тең. Алдында мысал айтқанбыз, шеңбердің радиусы биіктіктен 2 есе кіші болады. 4 болса, мынауда 4 бізден мына сүйір бұрышты сұрап отыр, альфаны. Мына жерге қарасақ, ол 30 градусқа тең екенін табу қиын емес. Өйткені 30 градусқа қарсы жатқан қабырға гипотенузаның жартысына тең. Демек, альфа тең 30 градус. 19-ші мысал.
Ромбының диагоналдары 10 см және 24 см-ге тең. Ромбыға іштей сызылған шеңбердің радиусын табыңыз дейді. Бізде диагоналдар берілген. Мына кіші диагонал 10 болса, оның жартысы мына жер 5 болады. Мынау 24 болса, оның жартысы 12 деген сөз. Олар әрқашанда тік. Осы жерден біз бірден қабырғасын тапсақ болады. 12-нің квадраты мен 5-нің квадратын қосып тураласақ, бұл бізде 13. Енді бізге іштей сызылған шеңбердің радиусын табу үшін биіктік керек. Биіктік табылса, соның жартысы радиусқа тең болады. Оны қалай тапсақ болады? Біз аудан тауып көрейік бірінші. S тең D1 көбейтілген D2 бөлінген 2. 10 көбейтілген 24 бөлінген 2. Мына екеуін қысқартсақ 12, 12-ні ол өтеміз. 120. Ол бізде ауданы. Ал ауданды біз тағы да қалай тапсақ болады? Ол А көбейтілген жаңағы биіктік. H. Бұл да бізде 120-ға тең. Ал А бізде 13. Сонда 13 көбейтілген биіктік тең 120-ға деген сөз. Осы жерден биіктік шығады 120 бөлінген 13. Ал бізде радиус дегеніміз мына биіктіктің жартысына тең. Яғни мынаны біз 2-ден 1-ге көбейтсек шығады. Қысқарады екеуі. Есептің жауабы 60 бөлінген 13. 24-ші мысал. Ромбының диагоналдарының ұзындықтарының қосындысы М-ге, ал ауданы S-ге тең. Ромбының қабырғасын табыңыз. Енді біз мына жерден ромбтың екі ромбты белгілейік. Мына жер бір ромбтың жартысы болады. Мына жер екінші ромбтың жартысы. Ал мына қабырғасы А болсын. Енді бізге берілгені D1 мен D2-нің қосындысы М. Ал аудан, яғни D1 көбейтілген D2 бөлінген 2 S-ке тең. Сонда жауап М және S арқылы шығу керек. Осы жерден D1 D2-ні тауып алсақ, D1 мен D2-нің көбейтіндісі бізде 2 S-ке тең. Сонда 2-ні былай көбейте саламыз. Енді А деген неге тең бізде? Пифагор арқылы жазайық. А квадрат тең. Ана екеуінің квадраттарының қосындысы, яғни D2 квадрат бөлінген 4, D1 квадрат бөлінген 4. Мына екеуі ортақ бөлінген бірдей, D1 квадрат плюс D2 квадрат бөлінген 4. Мына екеуінің квадраттарының қосындысы тапсақ, соны 4-ке бөлсек, қабырғасының квадрат шығады. Енді мына жерден мына теңдеуді квадраттаймыз. Бізге мына екеуінің квадраттың қосындысы керек болып тұр. Квадраттап қосайық. Яғни квадраттасақ, D1 квадрат қосылған 2 D1 D2 қосылған D2 квадрат тең М квадрат. Осы жерден D1 квадрат пен D2 квадраттың қосындысын қалдырамыз. Мына екеуін мына жаққа жібереміз. Ал бізде екеуінің көбейтіндісі 2S-ке тең болған. Оған тағы 2 көбейтіледі, 4S болады. Сонда М квадрат азайтылған 4S. Енді бізде D1 D2-нің екеуінің квадраттан қосындысы табылды. Әкеп орнына қоямыз. Так, М квадрат минус 4S бөлінген 4. Мынау бізде қабырғасының квадраты. Ал бізге қабырғасын табу керек. Яғни А тең, мынаны түбірасына аламыз. М квадрат азайтылған 4S бөлінген 2. Есептің жауабы.